Сәлем достар баршаға. Бүгін 35-40 минутта дайын болатын тефтели дайындайтын боламыз. Соуспен дайындалатын болғандықтан дәмі ерекше және нәзік болып шығады. Ең алдымен күрішімізді жуып аламыз. Үстінен ыстық суымызды құйып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте фарштың үстінен туралған пиязымызды, сәбізімізді қосып және бұрыш, тұз салып қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер видео рецепттер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Енді жаңағы ыстық суымызда тұрған күрішімізді алып, фаршымызға қосып араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін қолымызбен осылай алып, үлкен тефтели жасайтын боламыз. Форманың дәл осылай болуы маңызды емес, қалаған формаға жасауға болады. Барлығын осылай қойып алғаннан кейін картопты видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Осылай картопты барлығын салып болғаннан кейін соусын жасайтын боламыз. Соусымызға 2 ас қасық томат пастасы және 2 ас қасық қаймақ керек болады. Ыдысымызға барлығын салып, тұз, бұрыш қосып, үстінен суымызды құятын боламыз. Араластырып болғаннан кейін дайын болған соусты тефтелиміздің үстінен құйып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 40 минутқа салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда қызарып пісіп шықты. Енді үстінен ірімшік сеуіп, духовкада 5 минутқа салып аламыз. Ірімшік салмай жасауға да болады, ол өз қалауларыңыз. Міне тағам дайын болды, өте сочный, дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге сымбат.